Ассалаумағалейкум, қазақ елім, қазақ жұртым. Міне біздің Атырау Құрманғазы ауданы емханада осында істейтін Шынар Бергалиева қыздарыңызға, біреулер апалары болар, біреулер қарындастар, біреулер көршілері шығар, айтып жібере қойыңыздаршы. Коля Алексеевичті Facebook парақшасынан және Инстаграмнан блогтан ашсын. Қазақша бұғаттамасын мені. Менің кінәм тек қана мына тренд шықты ғой бір мезгілде. Бәрі жоғарыдан ресейсімен түсіп кетеді да очки келді. Сол кезде олар очки келе жатқанда мен сол әні музыкасы неге шетелдіктерге еліктейсіңдер деп жазып едім. Сол үшін мені бұғаттап тастады. Танитындар болса айта қойыңыздаршы, аша қойсын мені. Және Атырау Құрманғазы көтереш шоп тұрғыны Нұргүл Шапағатоваға 3 күн саудадан алып тастады деп блогтан алып мені қоссын сауда телеграмға. Ол жердегі менің кінәм, мен ИП Алексей Қайым қорын ашып едім сол кезде. Соны өзің басқа чат ашып алдым, мені блогтан ашып сады. Енді Жанабайға айтайын десем, Жанабай ол мені Атырау қаласының телеграм чатына, жұмыс істеген чатына админ етіп қойды. Бірақ оған айттым. Енді Нұргүл Шапағатова мені естіп отырсаң, және Шынар Бергалиева мені блогтан ашыңдар. 8-700-460-07-31 ағайындар. Инстаграмнан, Фейсбуктан және телеграм чаттан.